Неге мен бала кезінде тастадыңыз, неге именно қазір керек болып қалдың? Сол сұраққа жауап беріңізші. Не үшін қазір керек болып қалдың? Осы уақытқа дейін іздемедіңіз, бала кезінен тастадыңыз. Ит те баласын тастамайды. Қой да қозысын қызғанады, тауық та балапанын қызғанады. Қазір есейдім, ер жеттім. Аллаға шүкір, жайлап аяққа тұрып жатырмыз. Енді осы моментті пайдаланып, мені қанша тастап кетсе де балалар үйіне, мен тастамаймын анамды. Ойбой, мына общежитияның өзі бір қорқынышты ғой. Қалайсыз, амансыз ба? Жағдайыңыз қалай? Мынау сізге? Сіз мені балалар үйіне апарып тастадыңыз. Мен сізді балалар үйіне тастады деп кінәламаймын. Тағдыр солай. Бірақ бір нәрсені біліңіз. Бұл өмірде әділдік бар, және әділдік болады. Мен сізді анам ретінде құшақ жайып қарсы алып, бірден анам ретінде қабылдай алмаймын. Маған да уақыт беріңіз. Мен сізді қабылдау үшін бірталай уақыт керек. Мынау Ерлан Ерке деген Бараева 19-да адрес. Барып киінесіз. 150 мың болса 150 мың, 200 мың болса 200 мың киіндіреді сізді. Жаңа киім алып киініңіз. Маған нақты бір сұраққа жауап беріңізші. Менің әкем қайда? Өзім араласпай кеттім ғой, мен отсын қанша шықты. Жо, сіз араласпасаңыз, мен араласқым келеді ғой. Әр жақсы болса табылар. Мен кінәлімін. Кешірім сұрап та бардым өткенде алдында. Батыста тұрдыңыз ба сіз? Тұрдым Ақтөбеде. Ол тұрғанда уақытты жұмыста істеп жүрдім ғой. 15 күн. Бірақ ешқандай туыс сізді қабылдап жатқан жоқ. Иә? Ешқандай туыс келмейді сізбен, араласпайды. Көрдіңіз ба? Өмір әділетті. Алла бар. Сіз балаңызды балалар үйіне тастадыңыз, туыстарыңыз теріс айналды сізден. Бұны видеоға не үшін түсіріп жатырмын? Өйткені басқа адамдар солай шатаспасын, басқа адамдар өз баласын балалар үйіне тастамасын деп түсіріп жатырмын. Мен бұны бір